Мен Абай облысына қарасты Аягөз қаласында дүниеге келдім. Қозы Көрпеш Баян Сұлу Махаббат өлкесінен. Қарапайым отбасында дүниеге келдім, анам ұстаз. Одан кейін менің арманым бойынша мен ол кезде Астана енді құрылып жатты ғой. Бүкіл ел көшіп келіп, ол жақта оқып, жұмыс істеп жатқанда мен де теледидардан бәйтеректі көргенде әрдайым армандайтын, мен де Астанада оқысам деген. Сол кезде менің арманымды анам қоштап 2009 жылы бас қалаға қоныс аудардық. Қазіргі таңда Елордада тұрып жатқаныма 15 жыл болды. Бала күнімде негізі мектеп кезінде көптеген шараларға қатысып жүрдім. Ол шетелдік әндерді, орысша әндерді. Мен әнші боламын деп мүлде ойламаған едім. Бірақ түптің түбінде жүрегімде әрине ол арман болды. Бірақ ол кезде адамдардың принципі басқа, көзқарасы басқа ғой. Коляскада болғандықтан ойладым, ол жол менікі емес деп. Бірақ та өсе келе менде психология қатты қалыптаса келе, осы арманыма бәрібір де жетем деген менде іште бір сенім болды, пайда болды. Астанаға келгенде бірден оқуға түсіп кету оңай болған жоқ. Дизайнер оқуын бітірдім, одан кейін Казгюға түстім, психологияны да бітірдім. Содан кейін Қазақ ұлттық өнер университетіне эстрада вокал бөліміне түстім. Қазіргі таңда ол жерде магистратураны да бітірдім, 4 жоғары дипломым бар. Басында эстрададан бастадым. Солай өзімнің кәсіби шеберлігім өсе келе, қазір әртүрлі әндерді айтып келе жатырмын. Мен негізі грантқа алдыңғы 2022 жылы бір тапсырған болатынмын. Ол кезде өтпей қалдым. Содан кейін мұңайған жоқпын, бірақ келесі жыл тапсырамын деп сенім болды. Осы 2023 жылы тапсырдым. Маған телефон шалды, сіз өттіңіз, келіңіз деп. Өте қуанышымда шек болған жоқ, себебі қуаныштан қуаныш болды. Мен осы Астана қаласында 1000 халық алдында үлкен кеш қойдым. Бір аптадан кейін маған осындай хабар келгеннен кейін қатты қуанып, Алматыға барып қайттым, қатыстым. Өте қатты ұнады. Көптеген шығармашыл жастардың басын қосты десем болады. Үлкен қалада тұрғаннан кейін қарбаласпен адамдар бір-бірімен кездесе алмай қалады ғой. Ал ол жерде біз бір-бірімізбен пікір алмастық, таныстық, көптеген адамдармен байланыста әлі де бармыз. Көптеген достар таптық. Қаншама кездесулер болды. Осындай шаралар, кездесулер, жастарға мүмкіндіктер көп бола берсе деген менде тілек бар. Және сол кездегі сәтке көп алғыс айтамын. Маған ән жаздырып беруге қолдау білдірген қорға мың алғыс айтамын, тұңғыш президенттің. Себебі жастарға осындай мүмкіндікті берсе, бізде де мотивация болады, қолдау бар екені және керек екенімді білгенде мен үшін өте үлкен қатты қуаныш болды. Себебі басқа адамдардан бөліп жармай осылай қатыстырылып жатқаныма. Себебі ол жерде мен ғана ерекше адам болдым, бірақ бөлініп бір ерекше қарап ондай болған жоқ. Барлық жастармен бірдей қарым-қатынаста болдым, грантты ұттым. Және магистратура бітірдім деп жатырмын ғой. Сол кезде бір жыл оқу, мен ол кезде магистратураға грантқа түсе алмай қалдым, ал бүкіл оқуымды грантпен бітірдім. Одан ақылы түрде оқу керек болды магистратураға. Грантқа түсе алмай қалған кезде, грант себебі бірақ грант болды. Мен ол бір орынға ие бола алмай қалдым. Енді түспей қалдым бір орынға. Сол кезде сағым сынды, шыны керек. Оқудан шығам, себебі мен үшін ол өте қымбат болды, оқу ақысы. Сол кезде тұңғыш президент қорына хат жазып көрейін деген менде бір ой келді. Сол кезде ойымды менің арманыма балта шаппай магистратураның 2 курсын қор қолдап төлеп берген болатын. Әлі де алғысым шексіз, себебі мен қазір сол дипломның жемісін жеп жатырмын. Енді негізі бұрынғы әншілер ғой көп бізге үлгі көрсететін. Роза Рымбаева, Қарақат Әбділдина және Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова сынды апаларымыздан үлгі алдық. Содан кейін өсе келе адамның стилі, өзінің вкусы қалыптаса, яғни стилі қалыптаса бастайды, өзіндік бір үлгісі қалыптаса бастайды. Біз әр әншіден бір үлгі аламыз да, өзіміздік бір стильді ойлап табамыз. Сол кезде мен әр әншіден үлгі алдым. Бір әншінің көйлегі ұнаса, бір кісінің әні ұнайды, дауысы ұнайды, әрбір манерасын қарап отыратынбыз. Теледидардан әрдайым көріп отырғанда көп әншілерді қарап, бүкіл әншіден қалай айтсам болады. Сол жаңағы Роза Рымбаевадан көп біз үлгі алдым десем болады. Себебі менің өзіме жерлесім болғандықтан және ол кісінің бойы өте кішкентай болса да андай дауысымен
дауысы бүкіл сахнада тұрғанда қаншама халыққа жеткізу ол өте оңай емес екенін мен өсе келе білдім. Себебі қазіргі таңда мен үлкен сахнаға шыққан сайын бәрібір де алғаш рет шыққандай қобалжимын. Бәрібір де діріл болады. Сол кезде мен әншілерге қалай жас күндерінде көптеген шетелге барып Қазақстанға орын сыйлап алып келген әншілерге бас июге болады. Осы Астана қаласына келген жылы 2013 жылы ең алғашқы байқауым ол бәріміз бірдейміз, кемсітуді білмейміз деген байқау болатын. Ол қаланың ішінде өтті. Одан кейін соның ішінен іріктеліп республикалық деңгейге өттім. Сол кезде ең алғашқы байқауым болды. Одан кейін ақырындап бақ сынай бастадым шетелдік байқауларда. Солай үйреніп келе жатырмын. 2022 жылы Сочи қаласында өткен Icon Music Festқа барып, Гран-при Қазақстанға сыйладым. Сол жерде өте 5 тур болды. Бір апта бойы сол жақта болдым. Ауа райы кішкене қолайсыз екен, ыстық. Бірақ сонда да мен намысқа тырысып және өзімнің күшіме сеніп, себебі өзің еліңнің атынан барғанда ол басқандай сезім екен. Өзіңнің жерінде болған, әрине ол да жақсы ғой, бірақ басқа елге барып бақ сынау ол үлкен бір артылған жүк екен сезіндім. Франция, Ресей, Қазақстаннан мен болдым, Өзбекстан және сол Ресей аумағындағы әрбір қаладан келген қатысушылар болды. 5-6 елден келді қатысушылар. Соның ең соңғы турда ұтымды өзіме ұнаған сол жаңағы айтылған әндердің ішінен біреуін таңдап алу керек болды. Мен далада әнін орындадым. Бірінші турда Ленинградский рок-н-роллды айттым. Себебі рок-н-ролл стилі маған өте жақын. Одан кейін далада әнімен финалда далада қазақша әнімді шырқадым. Өзі әр адамның бір ұнайтыны қатты тосқауыл не жоқ та, өзің қалай істеген келеді, жастар ғой өйткені. Қай идеяны қолдағың келеді, сол идеяны қолдауға болады. Астананың әсемдігінен шабыт аламын. Астананың өсіп жатқанынан, жан-жағыма қарағанда, жай ғана мысалы былай көлікте отырып немесе автобуста отырып үйге қайтып келе жатқанда жұмыстан адамдардың қарбаласы қозғалып жатқаны, енді Астана үлкен мегаполиске айналды ғой. Сондағы әрбір қозғалыстан мен шабыт аламын. Барлығы жүріп жатқанда сол қарбаласқа қарап өмір сүргім келеді. Егер мен қазір барып ауылға немесе бір табиғатқа апарады ғой, 2 күннен кейін ішім пысып кетеді. Қайтадан Астанаға келгім келеді, себебі жаңағы қарбаластық, андай жанталастан шабыт аламын. Және әрбір жаңадан здание салынады ғой, соны барып көргім келеді. Сол жердегі жаңа заттарды көргім келеді, соның әрбіріне шабыт аламын. Көңіл күйімді көтереді, одан кейін ән салғым келеді. Ал егер бір қалыпта бір сарында отыра бергенде, ол менің ешқандай шабыт келмей қалады. Алматыдағы жазда бір уақыт барып қайтамын, ол жерде табиғатынан, суынан, жаңағы таулары өте әсем. Сол жерде шабыт аламын. Одан кейін оны келіп Астанаға өзімнің келіп алған шабытымды, тың идеямды әнге саламын. Мысалы жаңағы аңсағаным әні, фондтан ұтқан қаржыға мен аңсағанымды Ескендір Хасанғалиевтің жазған әнін, ол әнді де мен Алматыда жүріп есіме келді. Бірінші Алматы туралы әнді таңдасам ба деген ой келді, бірақ аңсағанымды, себебі Алматыда бұрынғы бір ретро кездесіп бар. Ретроның стилі қалыптасқандықтан сол ән бірден құлағыма келді. Айтшы жаным қайда жүрсің, қайда? Осы қордың арқасында сол әнді шықты. Қазіргі таңда сол әнді үлкен сахнада орындап жүрмін. Болашақта сіздердің де алдарыңызда орындаймын деген үмітім бар. Бала күнде бәрібір де бізде Астанаға келгенде де менде арман болады кез келген әншінің. Бүкіл әншілер президенттердің алдына шығып жатқанда мен таңдалмай қалғанда ылғи жылайтынмын. Неге деп? Ал енді мен қазір өстім, өзім де соған жете аламын ғой, сол мақсатқа қарай жүріп келемін.